деген 14 сағат мама екеуміз пойызда болатын боламыз. Пойызда не істейміз, сол істейтін боламыз. Және де әрине память жетсе және менің телефоным зарядысы жетсе. Егер жетпей қалса, видео сол жерден бітті деген сөз. В общем, біз әлі пойыздың келуіне 1 сағат бар. Біз мама екеуміз ерте келу өйткені кешігіп қаламыз немесе үлгермей қаламыз деген оймен ертерек келген едік. Уже заттарымыз барлығын салып, сөйтіп келдік. Айтпақшы біз еще неге Алматыға барайын жатырмыз. Алдында бір рет мен былтыр барғам Алматыға, и биыл да барайын деп жатырмын. Сондықтан да видео басылмай жатып, лайк басып, ана тіркеліп кетеді, ұмытпаймыз. Менің атымда өте күшті осындай дәу нелер тұр. Ой, жақынабай деген ол. Өте күшті осындай күшті сурет салған. В общем, біз қазір 1 сағаттан кейін пойыздың ішінде боламыз. Және де мен карта алдым, кітап алдым, жаттайтын аналарын алдым, сөздік алдым. В общем, бүкілін алдым. Енді мен қазір мен яқта жүрмін, маман яқта отырмын. Яқта негізі biz қазір шай ішейіне жатырмыз. Осындақтар біз палау алдық, басқа палау бар, шай, осындай, торт, басқа бөлді. Сонда olsa. Друзья, мен видеоны енді түсіріп жатырмын. Сағат қазір түнгі 2. Біз шайымызды ішіп, әңгімемізді айтып жатайын деп жатырмыз. Және де мен қазір кадрда азанға ауыстырамын. Бірақ ештеңе көрінбейді, сондықтан да осы істі тура келеді. Saat 7. Biz saat 9'da түсеміз пойыздан. Және де 2 сағатта мен не істейтінімді көрсететін боламын. Уже сағат 10 болды кешке. Ойбай. Друзья, біз осындай Алматы 2-ге келдік. Аконай, акакандармен кездестік. Өте күшті болды олар. Енді biz уже таксиде отырмыз.
достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер сіздерге ұнаса видеоға лайк басып кетіңіздер. Және де тіркелуді ұмытпаймыз. Біз қазір неге? В общем, квартираға барамыз. Және де өзіміздің тірлік бірлігімізді бітіргеннен кейін қалдыратын боламыз және оған жеке влог түсіретін боламыз. Сондықтан да қазір кешке видеоны күтіңіздер.